Қазақстандық танымал файтер Шавкат Рахмоновтың жары Гүлайым Рахмонова әлеуметтік желіде көпшіліктің назарын аударған жазба жариялап, спортшымен ресми түрде ажырасқан мәлімдеді. Гүлайым Рахмонова жазбасында балалар мәселесіне тоқталып, күйеуінің өз балаларынан бас тартқанын айтқан. Ешқашан осындай қамқор әке бір күнде өзгеріп, балаларды енді алып келме деп ойламаппын. Мен 4 бала дүниеге келдім. Қазір 5-шісін күтіп жүрмін. Егер балалар әкесіне керек болмаса, онда балаларға да ондай әке қажет емес деп жазды ол. Қазіргі сәтте Шавкат Рахмоновтың өзі бұл мәлімдемеге қатысты ресми пікір білдірген туралы ашық дерек көздерде ақпарат кездеспеді. Сондықтан әлеуметтік желідегі жазбада айтылған жайттарға қатысты екінші тараптың ұстанымы әзірге белгісіз. Еске салайық, бұған дейін Гүлайым Рахмонова 2025 жылғы шілдеде болған адам өліміне соқтырған жол апатына байланысты қоғам назарында болған еді. 2026 жылдың ақпан-наурыз айларында бұл іске қатысты сот процесімен ақпараттар қазақстандық бақ-та жарияланды. Қазір бұл тақырып әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр.